Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, дұға ниеттеріңіз қабыл болсын. Міне бізде бүгінгі сәуірдің 5-і соған қарай ауызашар ниет қылып жатырық. Өзіміздің осы Медина групптың подписчиктеріне, одан кейінгі тағы да Шымкент қаласы, Түркістан қаласы, енді біздің, в общем, Шымкент облысына, енді сол адамдарға келіңіздер, көріңіздер. Одан қарай көліктерімізді кішігірім көрсете кетеміз. Осы адрес айта кетейін. Біздегі көбісі айтып жатыр қазір ютубта да, басқа жерде де кісілер Медина группы Шымкенттегі жабылып қалған, анау аты шықпай жатыр деген негізі гүрілдеткен еді кезінде. Қазір қайтадан слабый болған сияқты. Соған қарай мына жерде өзіміздің ниет қылған ниеттеріміз бар. Ол ниеттерді қазір айта кетеміз, түсіре кетеміз. Өздеріңіз пікірлеріңіз не болады, соны жаза кетіңіздер. Не керек? Кета керек па, Корея керек па, машина керек па, басқа нәрселер керек па, соларды пікірлер жаза кетіңіздер. Одан кейін біздің толық адресіміз Бәйдібек би, Шымкентте Бәйдібек биді қақта десеңіздер, бүкіл Шымкент біледі ғой. Бәйдібек би қақта десеңіздер, Бәйдібек би 24-15А. Мына жерде біздің астымызда сілтемеде телефон номерлері болады, адресі сол кісілерден сұрасаңыздар да болады, әрбір сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Кеттік. Таныстырам, дайындық болып жатыр ауызашарға. Бұлай бір көрсете кет біздің көліктерді. Жақында келген көлігіміз бағасын шығарып қойып отыр. 42 миллион 23 жылғы 00 пробегпен ақ. Менің сол жағымда, оң жағымда бұл машина екеу болады. Енді пока мен сатқанша бұны Түркістан облысы Жетісай Ерлан Ерекең алған, көлікті тапсырыс берген. Бұл қандай болды? Өзі, может, комментарға жазады, осы видеоны көреді ғой, енді ол кісі семьясымен, бала-шағасымен көреді, ағайындар да көретін шығар. Шын айтайын, ол кісі Кореядан көлік алған, жаңағы туысқан арқылы, ағайын арқылы карнивал. Сол карнивалын алып келіп, біраз айдаған, 2 жыл айдаған, сол карнивалды алып келіп, бізге тапсырып, соны біз сатып, осы қара тұлпарды әкеп бердік. Енді ол кісінің қуанғанда шексіз. Адам енді білесіз, шын қуанады, өтірік қуанатын. Білесіздер ғой, сіздер де білесіздер, өтірік қуанатын мен шын қуанатынды. Сол нәрсені қара, сен маған қара. Ойнамай. Мен даже операторымды түсіріп атқан операторым күліп жіберіп жатыр да, ана сөздерді айтқан кезде. Значит, өтірік түсіріп жүрсің, сен шын түсірсе дегенде. Шын түсіретін бар, жоқ, шын түсіретін қуып кеттім. Шын күлетін бар, өтірік күлетін бар деген сияқты. Ол кісіні қуанған кезде шексіз қуанды. Ереке, көлігіңіз құтты болсын, бізбен бірге тапсырыс. Осы комментарий жаза кеттіңіз, үлкен. Осы көлікті, жаңағыдай, сіздің көлігіңізді алып келіп, сатып беріп, осы көлікті әкеп бергенімізге, сізге қаншалықты пайдалы әкелгенін, мұны Медина групптың қанша пайдалы әкелгенді, сол нәрсені жаза кеттіңіз. Одан кейін ол кісімен келістік. Біздің Instagram, YouTube каналымыз бар. Осыны суретке түсіріп, Жетісайда облысында, Түркістан облысында жүрген кезде көрсеңіздер, суретке түсіріп, біздің сториске, өздеріңіз стористеріңізге қойсаңыздар, 5000 теңге беріледі әрбір жанға. Неге? Өйткені бұл кісі ерекше осылай тапсырыс берген, күткен, ол кісінің сабыр қылып, бәрі нәрсесі жасағанына, соңғы наклейканы полныймен алып жүрем деді, жабыстырып бері деді. Соған қарай рахмет. Мына ол халыққа бұйырсын. Осы наклейканы сіздер осы Ерекеңнің машинасын көрсеңіздер, түсіріңіздер халық. И бізді өздеріңіз статустарыңызды белгілеп, Инстаграмға белгілеп қойсаңыздар, мен 5000 теңге біздің компанияны беріп отырады. Бұл өтірік емес. Если не алатын болса, стористеріңізде жазыңыздар, балаларға айтыңыздар, бірақ келеді сиранда біздің нелерге, WhatsApp-қа неге. Келістік қой, обязательно түсіріп, стористеріңізге қойып, осы машинаны қай жерде кетіп бара жатқан Жетісай, Түркістан облысында, Қызыләскер деген ауылда, соған суретке түсіріп қойыңыздар. 5000 теңгелеріңді аласыздар. Так, кеттік. Одан кейін бізде кішігірім дайындық.
Qurdağımız қазір ауыз ашарға шамал уақыт қалды. Міне халықтарды күтіп жатырық. Ау? Кім ғой? Ұлықбек қой? Ұлықбек. Так, ар жақта бір дастарханды машинаға түсіріп келе бер, қазір кейін арғы жалғастырамыз. Ораза бұл парызың, берік болсын ауызың, имам айтса маңызың, илан бауырың. Сынақ өмір дәлізің, аңдап басын әрізің, кешіре сал қарызың, қиналғаның. Сесі қағып тұр тағы, 12 айдың сұлтаны, туғандай боп анадан тазаратын. Қазақстанда медресе жоқ, Өзбекстанда жастар оқу бар. Жастар оқуға оқытып сонда мына ауылда Қазақстанда бір қазақ жоқ. Сонда бір қазақ еді. Сол 17 жасында шаруа келеді. Бірақ сен университет Қазақстанда емдеуді оқитын медресе бар деді. Соған әзір 64-темін 17 жасында шаруа келеді. Әлі құрылысы ғибадат. Сонда оқып жүргенде мен балаларды оқыту үшін, медресе құру үшін не істеу керек деген ой ғой. 2 жарым жыл оқығаннан кейін 2 жарым жылда мына өзбек кәсіпте әмір болдым. Ал енді 2 жыл ауғанда болдым. Ауғанда болғанда да бір уақыт намазым қаза болған жоқ. Әскерден алған кейін жүрген жоқпын. Барғанда 100 жасқа болатын болсам, 3 айдан кейін 61 грамм болдым. Сол 61 грамм салмаққа қайтып келдім. Ең бірінші мен келдім. Намазымды, бір намазымды жасап оқыған жоқпын, бір намазымды қазақтан жоқпын. Альхамдулилlah, ең үлкен мақтау мадақпен ең бірінші Алматыдан мен келдім. Соның арманым, қалай Қазақстанға қалай барамын, елде қалай медресені құрамын, қалай медресені жүргіземін деген арман болды. Сонда 3 нәрсені армандадым. Бірінші қаржы, екінші медресе, үшінші ақша. Сол үшін әрекет қылды. Соған ең бірінші қадірді оқытқаным Әбдіғаппардың болды. Әбдіғаппар онда 87 жылы Қырғызстанға барып оқыдым. Сонда Әбдіғаппар марқұм Асатар ағам спортшы болған зарушылыққа не пайда? Оқытсаңызшы әйелге келіп, ол ғалым уақытында ғой, ізденіп қой деді. Әбдіғаппардың Асатар сіздің оқытып, Өзбекстанда ешкім шамасы келмей қалды. Кейін Қырғызстанда десең өте ең мықты Аллахун Мансур деген ұстаздың қолында тәрбие алды. Иншалла сол бірінші қадірларым, өзімнің білерім, Әбдіғаппар, Әбсаттар, Мұстафиялар, Найби, Сансызбай, Ершат, Ақтөбедегі сөйлеуге болған. Шахаттарымның мынаны қазақ тіліне аларым, адамдар түсінетін қазақ тілінің қарапайым тілімен кім оқса да, сауатты оқса да, сауатсыз оқса да, ғалым оқса түсінетіндей қылып, альхамдулилля, осы құрағыздарды бұл 3-ші рет басқаға қатысуы, Асатардың 2-ші жылы доктор Әбдіхан деген қаласы бар, Саудияда муфтияттың заңында ресми әкеліп, сол докторларын бітіреді, әкесінің кітабын арабша бастаған шығарады, муфтиін шақырады, ең нұр деген қазақтың жігіттерін осыны ұсталған бар, қазақша болғанын көріп, ең ішінде қазаққа жақын, тура, Әбу-Ханифа Масхабтың қазақтың салт-дәстүрін тура білетін осы кітап берген осында 100-ін шығарамыз деді, осының 10-ын шығарады халыққа тарқатып жатырмыз, және 20-30-ын баспаға дайындалып деген жазып, бұл кітап сіздер мен бізге нені қалайтын болсақ, соны табастар иншалла. Соның үшін шарайды, дүние ақырын
bir kölük alalım. Allah'ım. Kölük köyüş. Ay bereketini Medine Gürk. Жаңғыр inşallah осы орталықта көлік сатып алған әрбір адамның үлесі бар бұл жерде. Әрбір көлік сатып алған адамның, мен де осы Медина Gürk'тан көлік сатып алдым. Альхамдулилля, менің сатып алған қаражатымның бір бөлігі мына көлікте бар деген нәрсе иншалла медреседегі шәкірттерге, медресенің бір жұмыстарына иншалла жәрдемдесетін бір тозбайтын, бұзылмайтын сондай бір берекелі көлік болсын дейміз. Иншалла. Сайлау енді өзіңіз бір әудеп қойыңыз. Мынау енді өте қуаныштан қазіргі бұл жаңа айтып жатыр ғой. Жалғыз Медина Gürk'нің атынан емес, осы жерде машина тапсырыс берген, машина сатып алған, бәрі осы жерде үйреткен, даже әрбір видеоны көріп лайк басқан кісілердің бәрінің үлестері бар осы көлікте. Бәріңізге осы 1000 қаридің оқыған Құрандар, сауаптар бәрімізге бірдей тисін. Осы жерде атай кетейін. Жаңағы Мырзабек көке, Бауыржан аға, Агро, Ахан аға, осы кісілердің тағы да ағалар бар, үйреткен осы жолды, осы нәрселерді, осындай тәрбиесімен. Мұнау енді өзіміздің халықтың атынан осы медресеге мәңгілік қызмет етуінің осындай сыйлық сыйлап жатыр. Рұқсат болса, соны алыңыздар. Ай бәрекет, кілтін салтанат түрде ұстазымызға табыс етейік енді. Алхамдулилля. Алхамдулилля. Ай бәрекет, ай бәрекет. Жылдан бір сыйлап нәсіп етсін. Әмин, әмин, әмин. Ұстазымыздың батасын алсар иншалла. آمين. اللهم انصر من نصر الإسلام وأيد من يد الدين واخذل من خذل الإسلام وكف من عاد الدين فانصرنا للقوم الكافرين. Rabbim senin razı болғандардың жолын бер, senin махаббатың, seni сүйгендердің махаббатын бер, senin махаббатыңа баратын амалдарды қолда баршамызға нәсіп ет. Senin махаббатыңда нәпсімізден, ортасından шөлдегенде sudan da aziz et. O Rabbim senin sүйікті пайғамбарымыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah yolunda mal verse canın қолында болған Allah'a сәт қыламын, оның малы көбейеді, азаймайды деп уәде берген Rabbim Сайлаубек. Бұл Allah жолында медресеге берген көлігің дүние ақырет үшін құтты берекелі болсын. Абдурахман Ауф сияқты Allah жолында мал берген сайын малың көбейе бересің, малың бітпейтін, ұрпағың көп болатын азаматтардың бірегейі бол. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbim masa Сайлаубекке жәрдем берген, жанында жүрген мата жігіттердің де Rabbim екі жүздерін жарық қыл, кәсіптеріне берекет бер, берекелі қайлы ғұмыр, ұрпақ, мал мүлік, денсаулық бер, ең керегі iman байлығын бер. Rabbim одан кейін денсаулық бер. Rabbana Karim senin жолыңда малымызбен, жанымызбен, күш-қуатымызбен, перзенттерімізбен қызмет қылуды баршамызға нәсіп ет. Рамазан айының дүние мұсылмандарына, біз Қазақстанның мұсылмандарға, мына Сайлаубек пен жамаатына да баршамызға құтты берекелі қыл. Аллах.